Янкар. Гүлім ханым, сәлеметсіз бе, мазалаған жоқтың ба? Сәлем. Жоқ, айта бер. Санаттың мейрамхана ашқалы жатқан клиенті бар екен. Сол жұмыстағы қызметкерлеріне киім тіктірмекші көрінеді. Тапсырысты қабылдаймыз ба? Сен жұмыстан шығам деп едің ғой. Жалғыз үлгермеймін. Бірақ бұл тапсырысты алсақ жақсы болар еді. Дәуреннің мәселесіне бола қарыздарым көбейіп кетті. Ақша өте қажет болып тұр. Әлі де менімен жұмыс істеуге дайын болсаң, мені құтқаратын едің. Кейін тапсырысты аяқтаған соң екі жаққа кетеміз. Иә. Әрине жақсы түсінем ғой. Көп рахмет, Іңкәр. Онда ертеңге кездесуді белгіле. Бірге барып сөйлесейік. Жақсы, ендеше келіскеннен кейін мен сізге жазайын. Жақсы күтем. Қайырлы күн. Райхан ханым, сәлеметсіз бе, кіріңіз. Көңіл күйіңіз жақсы ғой. Я, алғаш тапсырысты қабылдап, жұмысымызды бастайық деп жатырмыз. Соны бастамай жатып, аяқтай салған дұрыс шығар. Түсінбедім. Бірлескен жұмыстарыңыз Іңкәрға зиян тигізетін түсінесіз бе? Сіз түсінсін деп біршама қатал шарт қойдым. Ал сіз болсаңыз әліппеден жерексіп қоймай жатырсыз. Мұнымен не дегіңіз кеп тұр? Санат, Іңкәрдің өзінің әкесінің көңілдесімен жұмыс деген білсе, онымен ажырасып кетеді. Бұл анық нәрсе. Мен ешкімнің көңілдесі емеспін. Болмаймын да. Солай ма? Бар нәрсені жоқ демеңіз. Көз алдында қадіріңіз түсіріп аласыз. Сіз босқа мені жазғырмаңыз. Мен Ерғанатпен жас кезімде кездескем. Ол менің үлкен қателігім.